Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Шыға салысымен сіздерге лайк жөнінде естеріңізге сала кеткім келеді. Сіздер де мен де ұмытып кетпей тұрып, әрі менің арнама тіркеліп, осы бейне жазбаларды тарқата отырсаңыздар, көптен көп көмек болар еді маған. Ал тақырып жөніне келетін болсақ, мен тағы да мынау қазақ елін бірігуге, бірлігімізді арттыруға шақырғым келеді. Өйткені мынау үкімет тарапынан ұры жүйе бәрлік мүмкіншіліктің бәрін жасап жатыр, бәрін бір-біріне қарсы қоюға. Оған мынау кешегі Динараның, Егеубаева қыздарыңыздың көлігін өртеп жіберді. Оны да неше түрлі алып қашпа сөздермен айтып жатыр. Ол жаңағы үкіметтің проектісі бәлематыр деп оны басынан бастап та айтып келе жатыр. Бірақ енді ол әркімнің өзінің жаңағы сеніміне қарай байланысты. Мәйлі, егер мүмкін жаңағы, мен ойламаймын Динара қызымыз соншалықты жаңағы жүрегімен беріліп, қалай жұмыс атқарғанын көрдіңіздер. Сөйтіп бұл сондай әртістікке барып, сөйтіп халықты алдап отырғанына мен өз басым сенбеймін. Мен жаңағы шын екеніне, адал екеніне сенгім келеді. Ал сіздердің мынау сенбей жаңағы маған жазып жатқандарыңызды айтып жатырсыздар. Бұлар жаңағы сол сөйтіп, мынау үкіметке, парламентке өтпекші деп. О жағынан мен де кішкене қолдамайтыным бар. Өйткені мен ол парламентті қызғанып жатқан жоқпын, мәжілісте олардың отыратынын қызғанып отқан жоқпын. Мен олардың ертеңгі күні сол осы белсенділерімізді бастарын жұтатынынан қорқып отырмын. Мынау үкімет оларды жұтып жібереді де, олардан басқа кейіпкерлерді шығара қояды. 10 жерден олар жаңағы берілмейміз дегенімен де, кезіндегі Мұхтар Тайжанды да көрдіңіздер, қандай халқым деп шырылдап жүрген жігіт еді, қазір сиқын көріп отырсыздар. Қазбек Иса да кезінде шырылдады, қазір де ойлаймын шырылдап жүр, бірақ жаңағыдай оларды сондай бір вынужденный меры, сондай жасап қойды оларға, жаңағы тек солардың сөзін сөйлейтін қылып, анда-санда ғана жаңа халықтың сөзін айтқандай қылып жүр. Бірақ шын мәнінде, шынымен айтып жүрген болса, ол жерде жаңағы оларды мүмкіншілік бермейді. Оларға айтқызады, жүргізеді. Бірақ мынау халықтың арасында болса, халықпен бірге жүрсе, мүмкін пайдасы көбірек тиер еді. Бұл жүйені жаңағы іштен барып іртеміз деген жақсы тактика, жақсы идея да шығар. Бірақ енді біздің жүйеге келгенде ол жақ кішкене менің пікірім жұмыс істемейтін сияқты. Бұны тек қана төп тамырымен жұлып алып тастап, бұл жүйені сөйтіп барып құрту керек. Енді бұл көрмейсіздер ма, мынау Украинадағы біздің белсенділердің, біздің емес, ол сол жергілікті Украинаның азаматтары олар. Олар қазақ диаспорасы жердегі. Олар сол жаңағы біздің киіз үйді құрып, көмек көрсетіп жатқанды жаңағы Ресей үкіметі қандай ғып талап етіп жатыр, жаңағы түсініктеме беруін. Ал біздің үкіметтегілер, біздің оған ешқандай шатағымыз жоқ. Шатақтары жоқ, тек жаңағы сол елшіліктегі балдар мүмкін келіп оған көмектескен шығар. Ал бірақ о жердегі оның бәрі біздің сол жердегі диаспораның, қазақ диаспорасының істеп отырған еңбегі жаңағы. Ал бұны үкіметте, басқа да арам пиғылды кісілер, арам пиғылды кісілер оны басқаша көрсеткісі келеді. Көрдіңіздер ма? Ол жердегі сол істеп жатқан азаматтардың жұмысын жоққа шығарып, бұны да сол жаңағы үкіметтің проектісі сияқты қылып, бұл жаңағы бүкіл әлемге көрсетіп жатыр. Путинмен қастасып атқан сияқты қылып, сондай жасау үшін ана жігіттер сондай. Мен оған сенбеймін. Мәйлі қандай жүйе болса да, қандай проект болса да, бұл жерде жаңағы біздің қазақтар, қазақтың атын шығарды, мынау киіз үйдің қасиетін көрсетті, қаншалықты қасиетті екенін. Одан қалды, міне халыққа Құдай тамағын тарқатып жатыр, ыстық суын беріп жатыр. Міне одан артық не керек? Ал міне осы Американың өзінің ішінде жүрген кезде, міне жақын арада осы болған мен оқиға, мына орыс магазиндерінің бірінен
бір американдық әйел жағы продукты салған, азық түлігін салған тележкасымен, арбасымен машинаға қарай, көлігіне қарай барып алайын десе, жаңағыны орыс әйел жабысып алып бермей жатыр ана арбаны, екеуі бір-бірін түсінісе алмай жатыр. Анау ағылшын әйелі, американдық әйел айтады, мен анау көлігіме жеткізіп алайын дейді. Ал мына әйел бізге рұқсат етпейді, мынау дүкеннің ішінен бұл арба шықпау керек деп, екеуі бір-бірін түсінісе алмай жатыр екен. Екеуі де тіл білмейді, бірінің бірін түсінбейді. Сонымен мен өтіп бара жатырғасын қастарына барып көмек ұсындым. Сөйтіп түсіндірдім ана американдық әйелге, бұл арбаны мына көліктен шығаруға болмайды екен, жүріңіз, мен сізді апарып салайын деп, көлігіне жаңағы азық түлігін алып бардым. Сол кезде жаңағы американдық әйел менен сұрап жатыр, қай жақтансың, несін? Сол айттым, мен сол Қазақстанманмын деп. Сол кезде ана кісі мен қолымнан ұстап, естіп жатырмыз, сіздер сондай жаңағы киіз үй құрып жатыр екенсіздер, сондай көмек көрсетіп жатыр екенсіздер, мен бұл ненің бәрін көріп отырмын деп. Бұл кісі жаңағы кешегі қаңтар оқиғасын білмейді екен, соны кішкене жаңағы айтып өттім. Соны бұл мен не айтқым келеді, сонда міне қарапайым кісілерде, қазір мына Украинаны бақылап көріп отырғандар, сол жерде көріп жатыр, осындай қазақ деген халық бар екен, сондай киіз үйлерін қойып, халыққа сондай қызмет жасап жатыр екен, халыққа сондай көмектесіп жатыр екен деп. Міне көрдіңіздер ме, бұл біздің абыройымызды арттырып жатыр. Жаңағы тұтқынға түскен қазақ ұлдарымыз біздің төрдегі басымызды есікке сүйреп жатса, ал мына киіз үй құрып жатқан біздің азаматтарымыз, біздің даңқымызды, қазақтың даңқын әрі қарай да арттырып жатыр. Мәселе бұда емес, бұл жерде тек адамгершілік, мәйлі кімнің проектісі болсын, қандай проектісі болсын. Міне осындай алып қашпа сөздерді билік әдейі жасайды, жаңағы халықтың басын біріктірмеу үшін, ешкімді ешкімге сендірмес үшін. Міне егер қазір өзіміз, бәріміз бір ауыздан Тоқаевқа кет деп жүрген кісілердің бәрін бізге үкіметтің проектісі, үкіметтің жобасы қылып көрсетіп жатырса, біз қалай айтсам екен енді, сенбейікші ол үкіметтің ондай арандатуына, бір-бірімізге сенейік. Егер олар алдап кетіп жатқан болса, мынау қазіргі күні, біз халық үшінбіз деп жүріп, сол үкіметтің жобасы болып жүрген болса, оған Алла өзі берер жауабын. Біз тек қана ол кісілерге сенейік, сөйтіп бірігейік, бірігіп мынау ұры жүйені түп тамырымен жұлып алып тастайық. Неге өйтіп айтып отыр дейсіз ба? Өйткені мен кейде енді пендешілікпен бір жерде өзің сезесің, біреу сені алдағысы кеп тұрған, сенен бір тіршілік жайында өз басымда сондай болды, қаншама рет. Міне сол кезде жаңағы ішім сезіп тұрады, осы деп, бірақ енді ол да көпіршілік қой, енді былай адамға сенбеу деген. Бірақ сөйте тұра көмектесем, алдап тұрғанын, кішкене пайдаланып тұрғанын сезе тұрсам да, көмек сұрағаннан кейін көмектесем. Ал артынан міне біліп жатам, көріп жатам, Алла тағала өзінің олардың сазайын өздеріне беріп жатады. Құдай кешірсін, мен ешкімді қарғамаймын, сілемеймін, бірақ жаңағы Алла өзіміздің пейілімізге береді біздің. Сол үшін ол үкіметтің бір-бірімізге арандатып, айдап салғанына көнбейік. Мына Ержан Тұрғынбай туралы да келіп жатыр, неге айтпайсың дейсіз. Мен несін айтам, өздеріңіз бәрін көріп отырсыздар ғой. Енді ол кісінің көзқарасы солай болса не істейін енді. Мен бір рет сұхбат алып көрдім. Әрі қарай енді ол сұхбатты да өздеріңіз көріп шықсаңыздар болады, өздеріңіз көріп отырсыздар қандай кісі екен. Мен ешкімге, қалай айтам, судья емеспін, бәрі ақыл тоқтатқан, көкіректері ояу, көздері ашық азаматтарсыздар. Өздеріңіз шешіңіздер. Бірақ жаңағы үкіметтің арандатқанына жол бермей, бірге түсейік. Мәйлі, біздің қас жауымыз бір бүгінгі күні, бұл Тоқаевтың жүйесі. Соны түп тамырымен жұлып алып тастауға, міне ат салсайық бәріміз. Қай жағынан, қалай, мен ақпарат жөнінде, басқалай жөнінде. Сіздер осы ақпараттардың бәрін тарқата отырып, осылай жұмыстарымызды әркім өзіміздікін атқара берейік. Мынау үкіметтің
не деп айтып жатыр, не деп қойып жатыр, оларына мән бермейік. Олар қазір мынау уже құлайтынын білгеннен кейін, ыдырайтынын өздерінің білгеннен кейін неше түрлі ағаттықтарды жасап жатыр, оны көздеріңіз көріп отыр. Неше түрлі өтіріктерге барып жатыр, ұялмай, қызармай. Міне сол күндері жақындағаннан кейін хватаются за соломинку дейміз ғой, әр неге жармасып өліп жатыр. Енді біз оларға ешқандай да мән бермейік, алаңдамайық, олардың алаңдатқанына мән бермейік. Кеше күні ана екі ер кісіні лифтінің ішінде сүйістіріп қойып, тым-тырыс барып ана жақтан жаңа депутаттарын сайлап алды. Көрдіңіздер ма? Осындай құйтырқы істердің бәрін сөйтіп жасап жатыр. Күлесің ба, жылайсың ба бұл жерде, міне. Сол халқым, бірігейік, бір болайық, ешқайда алаңдамай, өзіміздің алған мақсатымыздан, мынау Тоқаев пен ұры жүйені құлату біздің мақсатымыз. Содан қайтпайық, мынау Аблязов айтқандай, өзіміздің ұяшықтарды құра берейік, сөйтіп дайын отырып, мынау X күні біздің батырларымыздың жанынан табыла білейік, бізге қосылам деп жатырған өзге ұлт өкілдері болып жатырса, өзектерінен теппей ортамызға қосып, кеңейте берейік ортамызды. Сөйтіп бәріміз бір ауыздан ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, әрі мынау Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді. Кешегі күні мынау Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымында Путинді қолдап кеткен жерін қазақ елі қолдамайды. Қазақ елі қанды қаңтарды ұмытпайды, кешірмейді, сұрауын алады. Желтоқсанды кешірмейді, Жаңаөзенді кешірмейді, Дулат Ағаділді кешірмейді, Айкөркемді кешірмейді, қаншама бүлдіршіндерімізді, қаншама бейбіт азаматтарымызды кешегі күні қанға бөктіріп, өлтіріп тастағанын ешқашанда қазақ елі кешірмейді. Міне, соған дайын болайық халқым, бір болайық, бірігейік, бірлігімізді арттырайық, сөйтіп бейбіт те демократиялы өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі!